Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Жол жиегінен жаңа шыққам. Жол жиегімен келе жатып, осындай қатты мыспен екі тау проводной мыс табылды жолдан. Және де бір тау гайка табылды, темір. Мыс. Және де темір. Қорғасын. Алюминий табылды, және де банка. Темір жатыр, темір. Артына өсіп қойсаңыз түспес. Мұжылған екі алюминиевый банка. Машина көп болып тұр. И бір 10 теңге. Жолдың бойынан Матунь көрінді. Сосын банка. Мұнда жаңадан асфальт төселген. Алюминий тауып алдым. Осыны енді аламыз. Сосын банка. Банкаларды біртінеп жинап жатырмыз. Артына салып жатырмыз. Жол бойында темірлер табылып жатыр. Және де тапқан затым осы болды. Мусорға шығарып қойыпты. Азғантай мыстары бар. Осыны кесіп алып кетейік. Азғантай мыс табылды жолдан. Семидесятыйдан асып қалаға кіргем. Үй жақтардан осындай тоқталып алдым. Мысы бар. Енді қазір Жұлдыз жаққа барайық та қайтайық. Достар, бір жақсы бір затты көріп тұрмын. Қазір машина өтіп кетсін. Мыс, қатты мыс. Күшті находка. Үйге қайтар жолда келе жатырмын. Жұлдыздан ештеңе таппаған соң. Қазір алюминиевый банкалар жолда кездесіп жатыр. Біртінеп мыжып жатыр.
Мен үйге келіп жеттім. Бүкіл алюминиевый банкаларымыз қазір барлығын пакетке салып өлшейік. Бәрін тығыздап темірге ұрып, орнын азайтып қойдық. Бүкіл салмағы 410 грамм. Осы жақын арада алюминиевый банкалардың бәрін жинап, 10 келіден асырып өткізу ойда бар. Осында жинап жатырмын. Короче, осы 4 пакет алюминиевый банка, біреуі темір. Бүгін табылған бүкіл заттарымыз алюминий, темір, латунь. Мынау темір 10 теңге, қорғасын, қатты мыс және де жұмсақ кәдімгі мыс. Осы мыстардың барлығын тазалап, салмағын өлшейік және темірдің алып кеттік. Бүгіндікке табылған бүкіл мыс көлемі осылай болды. Бағана бір көк шнур болған, соны жақтым. Өйткені ішіндегі тоқтар өте ұсақ болды. Мынау бір тал тоқтікі болды. Қалғаны осы. Салмағын өлшейтін болсақ, қазір осымен өлшейміз. Азақ зат пакетке салдым. Салмағын көрейік. 75-80 грамм дейді. 80 грамм бопты бүкіл мыстың салмағы. Бүкіл осы мысты өзімнің жинап жүрген мыстар қатарына қосамын. 10 келіге жеткізсек, өткіземіз металлымға. Әзіргі кезде бірінші орында бағалы зат, темір қабылдайтын жерде осы мыс қой. Қазір темірді өлшейік. Бүкіл темірдің салмағы 350 грамм. Темірден азғантай ғана табылды бүгін. Қалған 4 затты латуньға 10 теңгені капелькаға саламын. Қорғасын коробкаға салармыз. Алюминийді жинап жүрген капелькаға жинаймыз. Бүгінгі видео онша бір заттарға толы болмады, табылған бір күшті деп айта алмадым. Бірақ кімге осындай темір, қорғасын, мыс көшеден жинап, оны өткізу, ақша табу жайлы, өңдеу жайлы қызық болса, тіркеле кетсін. Және де лайк баса кетсін. Осымен видеом аяқталды. Алда тағы да видеолар түсіремін. Көріскенше күн жақсы.